Кеше ақ баршаңызға. Бүгін бізде 31 қазан. Қазір желіге шығып жатырық, машинаны жудық. 5000 теңге заправить етіп алдық. Газымызды бензин, газ емес. Енді қазір линияға шығып жатырық. Алғашқы тапсырыс бұл ешқандай да коэффициент емес. Телефон қоятын жерім жоқ, бірақ білмеймін қайда қойсам болады. Алғашқы тапсырыс түсті. Так, мынадан дауыстарын алып тастайық. Алып тастадық. Кеттік. Екінші Б нүктесіне дейін баруымыз 10 шақырым екен. 10 шақырым 20 минут уақытымыз алады. Кеттік алғашқы тапсырысты. Боламыз, барлықтарымызға сәттілік берсін. Оны 270 теңге шықты. Болды, хорошо. Қой жоқ, нормально. Давай, жақсы, оңдысың. 10 шақырым 1270 теңге біздің шамамен немізді алды. Шамамен 10-15 минутымызды алды. Так, енді келесі тапсырыс түсті. Бұл бізде ақылы подача. Жоқ, коэффициентпен дегенім. Коэффициентпен подача. Бұл жақын бірақ каратыш. Нарыңыз. Осылай такси қызметінде мынау лайф қазір тікелей эфир болып жатыр. Ұнататын ойынымызды қарап тұрған шүкір. Пеш істейді. Барлығын машина тап-таза. Жаңа жуып алдық, барлығын тап-таза болып тұр. Енді түнімен такси қызметінде ол деп тұр ғой тек. Бірыңғай. Сен ешқандай да себебі жоқ. Жұмыс істемейтіндей деп такси қызметінде жүр. Машинамыз шүкір, ешқандай чек жанып тұрған жоқ. Газымыз полный, бензиніміз почти полный. Әдемі. Мен ары қарай бару керекпін, бірақ мына тұрған адам, сол менің адамым шығар. Мен адамым ғой. Машина была ма? Я болады машина. Жақсы болсын. Жақсы, рахмет, жол болсын. Болсын. 640 теңгеге шықты. Тапсырыс. Енді келесі тапсырысқа жатырмыз. Бұл бізде жеткізу қызметі. От двери до двери сияқты. Квартирасына дейін жазған. От двери до двери. Кеттік.
көмекке шақырады. Қалайсыздар, мынадай шлагбаумда кірген дұрыс па, кірмеген дұрыс па? Охранник отыр екен, бірақ есік что ашатын адам бар, бірақ кейбір жағдайлар, көп жағдайларда адам болмайды. Мына жақта развод жасайтын жер бар екен, солдан развод жасап, ар жаққа дейін до конца барып, сол жерден машинамызды парковкаға қойып, сол жерден затымызды алып алайық. Так, как раз үйдің алдында орын бар екен, сол жерге қоя қояйық. Мына жерге қояйын. Мына кісі бір нөмірін 55 деген санды жақсы көреді екен. 5-ші этаж, 5-ші подъезд, 5-ші этаж, 55-ші квартира. 5 бәрі. Так, тапсырысты алдық. Абылқайыр ханға дейін бізде Абылқайыр хан 63 тапсырысқа от двери до двери 1130 теңге беріп тұр. 1130 теңге беріп тұр. О, шлагбаумыз ашық. Спокойно кіріп шығуға болады. Кеттік. Тапсырысқа дейін 10 минут дейді. Желізге неге дейін, 2-3 нүктеге дейін 10 минут. 1130 теңгеге шықты тапсырыс. Енді қазір келесі тапсырысқа бара жатырмыз. Бұл бізде коэффициентпен. Так. Молдағұлова 3-тен, Молдағұлова 52Б. Тоже бір ненің проспекттің айналасы ол. Но бір басы, анау артқы жағы. Соң емес, примерно соңғы жақтар шамамен. Жолдар кішкене нашарлау екен. Мына жағына кіріп кеттім, негізі мен 5-ші подъезд деп ойладым. Білмеймін, почему-то осы жақпен алып кетті мені. Сосын бір машина кірсе, бір машина күтіп тұруға тура келеді екен. Өйткені бір машинаның жолы, мына вообще негізі жолда емес сияқты, тротуар сияқты ғой, кезіндегі тротуар. Сол қазір жол қылып алған. Жолы кішкене сәл нашарлау екен. Кеттік. Жол нашарлау, жай-жайдан барып, мына жерден шығып кетсек, ары қарай жақсы жол. Так, 30 секунд 470 теңге. Баняға келді. Әдемі бір 40 секунд атсеу. Жап жақын. Тіпті 150-200 метрде болмайды шығар. Сол коэффициентпен келді. Достар, айтпақшы, сіздерге айтайын дегенім, мына қаланың ішінде кешке таман түнде таксовать еткенде өздеріңізбен бірге электрошокер болмаса тағы да бір өздеріңізді
не істейтін заттар алып жүріңіздер. Мен енді ғана түсіндім. Жаңа маған екі жігіт отырды, ақшасын төлегісі келген жоқ, мас. Енді ер адамбыз ғой, конфликтке келеміз, в любом случае конфликтке барамыз. Бірақ сонда айтайын дегенім, егер де ол екі адам болса, сізге әліңіз келмейді ғой 100%. Сіз Джеки Чан или Жан-Клод Ван Дам емес, Ито Жан-Клод Ван Дамдарда не ғой, шафқат емес сіз да, например, да. Ойбай, ештеңе қылып қалды. Так, айтайын дегенім сол өздеріңізге бір электрошокер, болмаса түсініп тұрсыздар ғой не зат екенін тағы да басқа. Мен өзім негізі былай енді мақтанғаным емес, тап сол бар ғой, егер де екеуі жауып кеткен жағдайда қолымда бір нәрсе болса, аяғына болсын тығып тастар едім. Мен өйткені адам тығып көргенмін. Түсініп тұрсыздар ғой да. Бір емес, бірнеше рет істедім мен олай. Сол себептен мен аяғына тығудан қорықпаймын. Санына тығасың, болды ғой. Негізі әлсіреп қалады ғой, в любом случае. Түсінбей қалады ғой, ішкен адам тем более. Сол себептен жаңа конфликтке қалдық біздер. Сосын ақшасын берді жаңа. Екіншісі өтірік мас болып отыр екен, сол берді. Сол себептен кешке осындай түнгі уақытта такси қызметінде жүргенде міндетті түрде өздеріңізбен бірге алып жүріңіздер бірдеңелерді. Мысалы жаңа тапсырыс берген қаланың ішінде, бірақ дегенмен де білмейсіз ғой. Сосын міндетті түрде видеорегистратор. Ол хоть дауыс жазсын, міндетті түрде мына камераның ішін, салонның ішін түсіретін видеорегистратор сатып алыңыздар. Ол деген бүгін керек емес, ертең керек емес, күндердің бір күнде кез келген уақытта керек болып қалады видеорегистратор. Сосын өзіңді прав қылып шығаруға болады. Ал егер де качествосы жақсы, өте жақсы дауыс жазатын түрлі болса, онда өте тіпті керемет. Олар шамамен бір 25 мың, 30 мыңның жобасы, 25-30 мың теңгені сіз, мен ойлаймын, ойнап жүріп боласыз сіз такси қызметінде ше. Конкретно қолға алатын болсаңыз, 2 күннің ішіне шығарып тастайсыз негізі ол 25-30 мың теңгені. Ал егер жаңағыдай Каспиймен аламыз ғой бәріміз, рассрочки алатын болсаңыздар, оны тіпті вообще уайымдаудың да қажеті жоқ оны негізі, шынына келгенде. 2 мың теңге, 4 мың теңге сөйтіп қазір 24 айға, 12 айға рассрочка бар ғой. Тіпті ана қымбат түрлерін алсаңыздар да болады, 100 мыңның, 110 мыңның iBox деген түрлері бар, олар солар күшті негізі. Іште де түсіреді, сыртта да түсіретін түрлері бар қазір видеорегистраторлар. Сол себептен өте қатты қажет екен. Мен де салып жүру керекпін енді келестен бастап. Әйтпесе бір адам болса, ладно, бірдеңе істерсің да. Екі адам немесе екіден көп, 3 адам болатын болса, онда қиын болып екен. Мен конфликтке жаңа жігітпен келе алмай, ана хорошо, что қасындағы жігіт кішкене өтірік масайған. Соны қойшиш деген әйтеуір кішкене сөзге келіп не істеп тұр. Бірақ дегенмен де міндетті түрде өздеріңізбен бірге бірдеңе салып алыңыздар. Может электрошокер, может жаңа көзге шашатын спрейлар ма, не зат, сондай типа көзге шашып жіберіп, сондай бірдеңелерді алып алыңыздар міндетті түрде. Көп негізі ше, менде бір случай болған айтпақшы. Бір күні Ford Galaxy'мен таксовать етіп жүрмін. Өтірік Mazda MPV болды менде, сонымен таксовать етіп жүрмін. Бір енді Mazda MPV кейін машина ғой, 7 орындық. Короче, бұна жігітті Заречный қаланың сыртында бізде. Сол Заречныйдан мінгізіп жіберді жол аспалдары. Батыс 2-ге. Қаланың мына шетіне, екінші шетіне ғой. Сосын келатыр. Объездной через ГМЗ келатыр. ГМЗ-ның Гастелло деген көше бар. Сол көшемен келе жатқан объездной көше ғой сол. Басының кезінде нелер жүрді, қазір жүрмейді, КамАЗдар жүрді. Қазір басқа жол объездной салып берді. Сол айтайын дегенім, мына жерден ұрады ғой, мынаны ұрып жатыр. Басына түкіріп кетті, мен байқадым оны. Сосын үндеген жоқпын, құрсыршы енді ішіп алған ғой. Ер адам ғой, дымда алмайды деп. Шу ала қоярмын, жаз уақыты ғой, тем более. Жерден бәрін ашып тастағанмын, әңгімені кірісіп кетті. Бір уақытта музыкам осы ғой, өзім бе айтсам, жаңа жігіт мынаны ұрады, как сиденье. Үндеген жоқпын, ладно, құрсыршы деп. Уақытта мына неден мына иығымнан бұрырады ғой, короче. Сосын аламын да, брат, сенікі жайма деймін ғой, короче, осылай. Сосын бір уақытта, не болды, анау дейді да маған. Сосын тұрдым да, түсім шығарып алдым да, мен мына жерден түсем, анау дейді. Мен айтамын, түстім. Қазір ашам дедім де, есікті ашып бердім. Ашып бердім, ат жүктің жүгіріп барып едім қасына. Анау, короче, мен не болды, анау, бірдеңе. Манадай тоны сбавить етіп қалған да, кәдімгідей, манадай әңгіме айта алмайды. Қасына барғасын ше.
сосын жаңағы жігіттеріне звондап жібердім, жігіттер түсіп қалды анау мынау деп ше. Сосын маған айтып типа неге түсіресің оны дейді ғой маған. Мен айтамын мен қайдан білемін, өзі түскісі келді түсіп қалды, бірақ мен кетіп бара жатқанда ақшасын алып алдым. Ана жігіт жаңағы жіберген жігіт жаңағы жолдас балдар ақшасын бірден төлей жіберді наличкамен. Болды. Сол жерден заказды жаптым, сол жерден келесі заказға кетіп қалдым ше. Сол себептен абай болыңыздар. Өтірік мас болатын адамдар да бар ше, сондай ше. Мықты қиын негізі адамдар жұмыс жасау деген негізі. Жаңағыда бір атта неге апарып тастадым кафеге. Ну, ночной клуб десек те болады, сондай бірдеңе, сондай жын-жыпырдың жері ғой, короче. Соны апарып тастадым, жаңағы бір жігіт мініп алған, екі жігіт тоже ішіп алған, кішкене ішіп алған, ішіңкіреген. Сол, типа апарып тасташы анау мынау дейді да, мен айтамын, мен такси емеспін, шық деп едім мен. Ой, бля, анау мынау апарып тасташы дейді да маған. Мен айтамын, қайдағы апарып тастаймын, мен такси емеспін. Бір уақытта түсіп қалды. Қасындағы баласы, ол тоже екі жігіт болды. Қасындағы баласы алып кетті. Сол сияқты абай болыңыздар, мен енді түсіндім бар ғой негізі. Негізі бір нәрселер керек екен, бізде уже әңгіменің ретінде уже кетіп те қалыппыз уже. Төртті деген мынау. Төртті дейді. СТО ма? СТО. Мына жаққа. Ассалаумағалейкум. Тапсырысты аяқтадық, 640 теңгеге шықты. Бірақ басқа адресте жазып жүрген. Опа, блин. Мына жер Гришинада не жұмыс істеп тұрса. Так, мына бізде 101. Гришина келесі көше, да? Да, солай ма? Содай под номерник болса, под номерник сатып алып бірақ түсін. 101 демейді. Опер стайл деген магазин. 101 деймін осы. Гришинадан. Так, ойлан. Гришинада деді ғой негізі. Бұл 101-де жоқ 100%. Гришинада, иә. Так, қорытындылайық. 9 тапсырыс 6708 теңге. Осы. Операциялық магазин 6708 теңге. Таза табыс. Барша каналға жазылыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Менде 750 жазылым бар екен, жазылғандар саны. Енді соны 1000-ға жеткізу керек болып тұр. Содан кейін жай алатын боламыз нені, мотивацияны. Монетизация алатын боламыз. Барша көргенде қаралымдарға рахмет, баршаңызға аманшылықта, саушылықта. Кездескенше.